Сәлем достар, бұл видеода мойын бұлшықеттерін түсіндіретін боламын. Жалпы мойын бұлшықеттері 3 қабаттан тұрады: беткей қабат, ортаңғы қабат және терең қабат. Беткей қабат мойын бұлшықеттеріне 2 бұлшықет жатады. Біріншісі мускулис плятизма, мойынның терастылық бұлшықеті, және мускулис стерноглейдомастоидус, төс бұғана емізік бұлшықеті. Мойынның терастылық бұлшықеті мускулис плятизма мойын бұлшықеттерін сыртынан жауып орналасады. Ол бұғанадан басталып, ауыздың төменгі бұрышына дейін барады, яғни ауыздың төменгі бұрышын түсіруге қатысады. Ал мускулис стерноглейдомастоидус аты айтып тұрғандай, самай сүйегінің емізік тәрізді өсінісіне және төспен бұғана сүйектеріне бекінеді. Бұл жерде глейда дегеніміз бұғананың грек тілінен аударғандағы мағынасы болып табылады. Мойынның ортаңғы қабат бұлшықеттерінің саны 8, төртеуі тіл асты сүйегінен жоғары орналасса, төртеуі төмен орналасады. Яғни оларды бөліп тұратын осы тіл асты сүйегі осгиаидус болып табылады. Тіл асты сүйегінен төмен орналасқан ортаңғы мойынның бұлшықеттеріне тоқталайық. Біріншісі мускулис омогиаидус, 14-ші цифрамен көрсетілген. Бұл омо дегеніміз, яғни ол жауырынға бекиді. Ал жауырынның грек тілінен аударғанда мағынасы омо деп аталады. Яғни тіл асты сүйегінен басталып осы жауырынға дейін барады. Сәйкесінше атауы мускулис омогиаидус деп аталады. Келесі мускулис стерногиаидус, 15-ші цифрамен көрсетілген бұл бұлшықет, яғни төс тіл астылық бұлшықет. Төс сүйегі мен тіл асты сүйегінің арасында жататын бұлшықет. Келесі мускулис терегиаидус, 16-ші цифрамен көрсетілген бұл бұлшықет қалқанша тіл астылық бұлшықет деп аталады. Сәйкесінше қалқанша безінің сыртынан жауып, осындай тіл асты сүйегіне дейін баратын бұлшықет екен. Және мускулис стернотиреидус, төс қалқаншалық бұлшықет. Яғни төс сүйегінен бастау алып, сол қалқанша безінің тұсында аяқталады. Міне мұнда қызылмен көрсетілген осы стернотиреидус деп аталатын бұлшықет болып табылады. Келесі тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан ортаңғы қабаттың, яғни мойын бұлшықеттеріне тоқталайық. Бірінші мускулис милогиаидус, 2-ші цифрамен көрсетілген, яғни жақсүйек тіл астылық бұлшықет. Бұл дегеніміз осындай жақсүйектің астын полный толтырып тұрады. Ал мускулис гениогиаидус дегеніміз иек тіл астылық бұлшықет, яғни иектен тіл асты сүйегіне дейінгі аралықты ғана қамтиды екен. Және мускулис дигастрикус, 3-ші цифрамен көрсетілген, ол қос қарыншалық бұлшықет. Оның алдыңғы вентер және артқы вентері бар, немесе қарыншасы. Міне мынау алдыңғы қарыншасы вентер антериор және артқы қарыншасы вентер постериор. Келесі мускулис стилогиаидус, біз тіл астылық бұлшықет. Келесі бұлшықет мускулис стилогиаидус, яғни біз тіл астылық бұлшықет, 1-ші цифрамен көрсетілген. Бұл яғни біз тәрізді өсіндіден басталады да тіл асты сүйегіне дейін жалғасады екен. Яғни бұл стила дегеніміз сондай біз тәрізді өсінді, ал гиаидус сол тіл асты сүйегі, атауы соған сәйкес аталған. Келесі терең қабат бұлшықеттеріне тоқталайық. Бұл жерде сатылы бұлшықеттер бар, яғни мускулис каленис постериор, медиус және антериор. Олар мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінен бастау алады. Яғни 3-ші, 4-ші және 5-ші бұлшықеттер. Мойын омыртқада көлденең өсінділер бар. Сол жерден басталады да, олар енді қабырғаларға қарай бекиді. Бұл жерде артқысы, яғни сатылық артқы бұлшықет 2-ші қабырғаның артына бекінетін болса, 4-ші және 5-ші сатылық ортаңғы және сатылық алдыңғы бұлшықеттер 1-ші қабырғаның артқы бетіне қарай бекінеді екен. Келесі терең қабатқа жататын бұлшықеттер мускулис лонгис капитис, яғни 7-ші және мускулис ректус капитис антериор, мускулис ректус капитис латералис. Бұл жерде лонгус капитис, яғни бастың ұзын бұлшықеті. Шүйде сүйектің негізінен бастау алады да, ол омыртқалардың, яғни мойын омыртқалардың денесінде аяқталады екен. Ал мускулис ректус капитис антериор ол бастың тік алдыңғы бұлшықеті және бастың тік латеральды бұлшықеттерін ажыратады екенбіз. Егер видео ұнаған болса, комментарий жазуды, каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпа, ол маған басқа да видеолар түсіруге шабыт береді. Назарыңа көп рахмет.